Абай Құнанбаев атындағы Саран жоғары гуманитарлық техникалық колледжі рухани жаңғыру болашаққа бағдарламасы аясында ән асқары әміре атты байқауын өткізді. Рухани шара ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған. 1 мен 4 курс студенттері арасынан шығармашыл жастарды анықтау, оларға қолдау көрсету мақсатында ұйымдастырылған байқау колледж қабырғасында алғаш рет өткізілді. Байқау шарты бойынша қатысушылар жезтаңдай әншінің әндерін орындап, ол туралы тың деректерді ортаға салды. Бұл байқауды өткізудің негізгі мақсатымыз жалпы студенттердің өнерге деген бір қадам жақындастыру, өнерге әмешілігін ашу, Әміре Қашабаев туралы негізгі ақпаратты ұғындыру болған болатын. Жас өнерпаздар бар өнерлерін ортаға салуға тырысты. Қатысушылардың мүмкіндіктері де дайындықтарда түрлі деңгейде болды. Олардың бірі ән айтса, бірі зерттеу жұмыстарын ұсынды. Әміре Қашабаев 1888 жылы 15 наурызда Дегелен тауының алабында дүниеге келген. Екінші курс студенті Дамира Шәріп Әміре Қашабаевтың өмірі туралы зерттеуін таныстырды. Студент қыз күміс көме әншінің шығармашылық жолы қатты қызықтыратынын айтады. Өз басым зерттеу жұмыстарын жүргіздім. Зерттеу жұмыстарының ішінде көптеген деректерге қол жеткізе алдым. Ол кісінің өмірі өзіме де өте қызықты болды. Байқау қорытындысына сай 2 номинация бойынша мықтылар анықталып, жеңімпаздар диплом және сыйлықтармен марапатталды. Райхан Сайрамбек, Еркебұлан Бекқожин, Аман Хамид, Сарыарқа.